Қазақстандағы жеке тұлғалардың банкроттық жайлы заңнама үш түрлі рәсімді қарастырады. Соттан тыс банкроттық, сот арқылы банкроттық және төлем қабілетін қалпына келтіру. Соттан тыс банкроттық қолданылатын жағдайлар: банктерге, микроқаржылық ұйымдар мен коллекторлық агенттіктерге. Борышының сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспағанда, борышы 12 ай бойы өтелмесе, борышкердің меншігінде мүлік болмаса, қарыз берушімен реттеу процедурасы жүргізілсе, заңда ерекше жағдайлар қарастырылған. Атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 12 ай бойы борышы өтелмеді деген санат қолданылмайды. 5 жылдан аса борышы өтелмеген тұлғалардың меншігінің бар жоғы тексерілмейді және берешегінің сомасы бойынша шектеу жоқ. Соттан тыс банкроттыққа egov.kz порталы мен Е-салық азамат және egov мобайл мобильді қосымшаларында өтініш беруге болады. Борышкердің банкроттық жайлы шешім электрондық үкіметтің веб-порталында көрсетіледі. Банкроттықтың салдары: 5 жыл бойы қарыз алуға шектеу қойылады. Екінші рет тек 7 жылдан кейін банкрот болады. Азаматтық қаржылық жағдайы банкроттықтан кейін 3 жыл өткен соң тексеріледі. Тегін кеңестер 1414 нөмірі бойынша телеграм-чатта халыққа қызмет көрсету орталығының операторлары мен мемлекеттік кірістер органының қызметкерлерінен.